Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Бүгін кішігірім теорияға тоқталғым келеді. JavaScript разработчик боламын десеңіз де, бэкэндте боламын десеңіз де, осы тақырып өте маңызды. Тақырып JavaScript примитив немесе value type деп айтамыз, және reference type екеуінің айырмашылығы. Кіріспестен бұрын жалпы теорияға назар аудару керек екенін айтып өткім келеді. Кеше чатта кішігірім әңгіме болып жатты ғой, қайсысына көбірек тоқтау керек дегенде. Әрине, көбірек тоқтау керек, көбірек жұмыс істеу керек, ол практика. Өзі аты айтып тұр ғой, практика. Бірақ та бірінші кезекте жақсылап теорияны біліп алу керек. Теорияны білген кезде адам сабыр ету керек. Ол әшейін бір мыжыған бір сөздер емес, бір мыжыған бір конспект, сондай бір нелер емес, тез өткізіп жіберетін. Керісінше, теорияны айтып отқан кезде адам түпкі мағынасын түсінуге тырысу керек. Ана қалай жазылатынына емес, жүгіріп кетпеу керек. Ең бірінші осы тақырыпта теориямыз не нәрсеге бағытталған, қай тақырыпта ашқалы отырмыз, соны жақсылап назар аудару керек. Егер осыған былай әу бастан сабыр етіп үйренбесеңіздер, ол кейін айналып келгенде сол мәселе қайта туа беретін болады. Былай жеңілдің астымен, ауырдың үстімен деген ол дұрыс емес ол. Сол себепті барлықтарыңызды мына тақырыпта әбден мұқият назар аударып, әбден жақсылап сіңіріп алуға шақырамын. Кеттік. JavaScriptте бізде айнымалылардың сақталу типіне қарай екіге бөлеміз дейді. Примитив және reference. Біз JavaScript деп қарастырып жатырмыз, ал шын мәнінде бұл басқа да программа тілдеріне қатысы бар, айнымалылардың қай жерде сақталуына байланысты деген. Енді 100% кез келген программа тіліне қатысы бар деп айта алмаймын, өйткені менің хабарым жоқ одан. Бірақ көптегеніне қатысы бар точно. Енді мына C#, JavaScript, Python деп ары қарай айта беретін болсақ. Жақсы, кеттік. Мұнда ссылка мен сіздерге YouTube'да және Telegram каналға да қойып қоярмын. Өздеріңіз ашып алып, кейін айналып келіп, мен дұрыс айтпай кеткен жерлерім болса, өздеріңіз толықтырып аласыздар. Жақсы, JavaScript 6 примитив type береді. Мен қай жерде примитив десем, ол value type, екеуі бір сөз. Қай жерде value type десем, ол примитив. Немесе қарапайым типтер деп айтады. Undefined, null, boolean, number, string және symbol депті. Ал reference type ол object. Мұна алтауы қатып қалған дейді, ал object ол ойнамалы дейді. Жақсы. Енді примитивтің размері, size, ол fixed, қатып қалған. Және де дейді, ол примитив болғандықтан стекте сақталады. Мына жерде кішігірім қолмен жазып қойдым, пейнтте сурет жасап. Мынау біздің тип памяти стек, мынау бізде тип памяти управляемая куча. Так, ағылшынша ол heap бола ма? Қалай болады ол? Иә, heap болады, дұрыс. Так, мына жерге heap деп басын қойып қойайын. Жақсы. Стек және heap. Управляемая куча деп те айтсаңыз болады. Так, ары қарай кеттік. Енді мына жерде кішігірім практика айтылған, сонымен теорияны қатар түсініп алуға тырысыңыздар. Ең бірінші мысалда let x тең 10 деген. X деген айнымалыға 10 деген мән берілген. 10 не ол? Сан, не? Сан бізде қандай тип? Ол қарапайым тип. Демек ол неге памятке, былай стекке орналасады. Бізде айнымалының памяттен алатын орны берілген, ол осылай қатып тұрады, ол үлкеймейді, кішіреймейді, және оның ішіндегі мәні 10 деп тұр. X деген айнымалы осы. Кейін мына жерде массив берілген болса, ол уже целостный типке жатады. Неге? Бізде RGB дейді, RGB red, green, blue. RGB деп массив, ол мына жерде ссылка бар, адрес, және мына жақтағы неге байланады, памятке байланады. Осы жерде мән бұлай қосылады, тағы қосылады. Егер кейін пуш жасасаңыз, мынау
сыртқы размері үлкейіп, тағы да қосыла береді, тағы да өшірсеңіз жайлап память азая береді деген сияқты. То есть мынау қатып қалған память болса, мынау ойнамалы память болып тұр да. Сол үшін де бұл управляемый көше бөлек қарастырылады. Енді ең қызық ол мына копия жасаған кезде басталады. Copying primitive values деді. A тең 10 деді, содан кейін B тең A деді. Осыны сіздер консольда да жасап көрсеңіздер болады. Chrome'да тұрсаңыздар F12-ні басасыздар, немесе мышканы оң жағымен былай посмотреть код дейсіздер да, консоль деген вкладкаға өтесіздер. Міне, консольға өтесіздер да. Енді жаңа айтылғанды жазып көрейік. Variable A тең 10 деді. Сосын variable B тең A деді. Енді B-ны шығарсақ 10 деп тұр. Ал егерде B тең 11 немесе 20 дейтін болсақ, A-ны қарасаң, ол 10 болып тұр. Міне, мына жерде біз көшірдік, назар аударыңыз, примитив типтерді көшірген кезде олар мәні бойынша көшіріледі. Мәні бойынша көшіріледі, және екі объект пайда болады. A деген объект, B деген объект, және әркім өзінің мәнімен жұмыс жасайды. Сілтемелер, A және B деген сілтемелер. Суретте салсақ, мына x тең 10 дедік қой, соны егерде мына жерде y тең x деген болсақ, мына жерде y деген айнымалы пайда болады, және соның ішінде мына 10 мында көшіріліп, тағы да бір 10 пайда болады. Сосын y тең 20 дейтін болсақ, немесе 100 дейтін болсақ, мына 10 сол күйі қала береді. Өйткені әрқайсысы өзінің памятімен жұмыс жасайды. Жақсы. Міне, мына суретте соны көрсеткен. Мәнді мында көшіреміз. Әрқайсысы өзінің мәнімен жұмыс жасайды деп тұр. Енді қызық нәрсе copying reference values. Енді қараңыздар, мына жерде объект құрылып жатыр. Variable x тең name John деді. Осыны алып, мына жерге құрайық. X объект құрылды, оның ішінде name бар және John бар. Міне. Енді y тең x дейік. Y тең x дедік. Y деді, мына name John'ды өзіне көшіріп алды. Енді мына жерде қарасаңыздар, мынау сияқты бөлек-бөлек объекттер пайда болған жоқ. Объект сол бір өзі мында тұр, оған ссылка тағы біреу пайда болды. Бұны мен телевизордың мысалына түсіндірем. Мынау біздің телевизорымыз, name John деген. Мынау x деген пульт. Біз y тең x деген кезде тағы да бір пульт пайда қылдық та. Бізде қолымызда екі пульт бар, бірақ телевизор біреу. Бірінші пультпен каналды өзгертіп атса, екінші пультпен де өзгертіп атсаң, мына екеуі бір телевизормен ойнап жатыр. Сонда мыналар бір-бірінің несіне үстінен басып өтеді. Бірінші пультпен алып 10-шы каналға қойсаң, екінші пультпен алып 20-шы каналға қойсаң, біздің телевизорымыз 20-шы каналда тұрады. Мына бірінші пультпен тексерсең, бұрынғы берген командасы жойылып кетті. То есть үстінен басып кетті Y. Енді Y name тең David деп жазды мында. Осы нәрсені консольға жазайын. Міне, Y-тің name'ін, name деген полесін David деп өзгерттік. Енді X тең name'і John болып қала ма, әлде Davidке ол да өзгеріп кете ме? Егерде пульт пен телевизор деген мысалға сүйенсек, өзгеріп кету керек. X name David болды. Хотя біз X name деп өзгерткен жоқпыз ғой ештеңені. Біз не істедік? X-ті Y-ке бердік. Y тең X дедік, сосын сол Y-пен жұмыс жасадық. Нәтижесінде Y-пен жасаған жұмыстардың барлығы X-ке де әсер етіп кетті. Міне, осы бірнеше пульт, бір телевизор деген. Осы мысалға кеп тұр. Осы нәрсе ең маңызды жері деп айтсақ болады. Бірақ бұл тақырып ары қарай көп қазыла береді. Мысалға, неге қай кезде нені reference type қолданған жақсы, қай кезде value type деген. Енді JavaScript'те ол нәрсеге тірелмейсіздер. Мысалға C#-та оған тірелесіздер. Структураны өздеріңіз қолмен құрған кезде. Хотя JavaScript'те де келеді екенсіздер оған. Ең маңызды осы жерге бір тоқтасақ болады. Ары қарай практиканы көбірек қолдана берсеңіздер,
суреттен бояуы қанығырақ болады деп ойлаймын сіздерге.